құрметті оқушылар, филология ғылымдарының докторы Рабиға Сыздықоваға 100 жыл толуына орай ғылым қанатында ғұмыр атты әдеби кешімізге қош келдіңдер. Рабиға Сыздықова 1924 жылы 17 тамызда Ақтөбе облысының Ойыл қаласында дүниеге келген. Әкесі Сәттіғали Құтқожин төңкеріске дейін орысша оқыған, көзі ашық адам болған. Балаларын қазақ мектептерінде оқытқан. Почта бастығы болып тұрғанында 1937 жылы дүрбелеңде ұсталып кетіп, қайта оралмаған. Жақсы әке-шешенің дұрыс тәлім-тәрбиесін көріп өскен Рабиға Сәттіғали қызы Темір педучилищесінде де беделді, білімді педагог Бақытжан Алтыбаевтың ұстаздық тәрбиесін көріп қанаттанып жетіле түседі. Осы мұғалімнің білімдарлығы Рабиғаның ана тілінің маманы болуына ықпалын тигізеді. Жақсыдан шарапат дегендей, енді оның ана тілін терең білуге құштарлығы арта түседі. Соғыс уақытында 1942-1945 жылдары ол Темір, Ақтөбе қалаларындағы мектептерде мұғалімдік қызмет атқарады. Кейіннен Ақтөбедегі 2 жылдық мұғалімдер институтын үздік бітіріп шығады. Алайда Рабиғаны өз білімімді толықтырсам ба деген ой күн сайын мазалай береді. Соғыс аяқталып, ел бейбітшілік тіршілікке көшкен соң оқуға талпынады да Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті факультетінің 3-ші курсына студент болып қабылданады. Оқуды 1947 жылы бітіріп шығады да осы институттың аспирантурасында оқиды. Студент кезінде қазақ тіліндегі изофет деген тақырып бойынша жасаған баяндамасы оның тіл біліміне икемділігінің бар екенін аңғартады. Рабиға Сыздықова сөз тарихына, сөз әсерлігіне, сөз сазына, әуеніне, қолдану мәдениетіне терең бойлап, білгірлікпен талдау жасаған сирек талант ірі ғалым. Сөздің мәнін ашу, көне жазбалардағы сөздердің қалай қолданылатындығын анықтау зор жауапкершілікті, ұқыптылықты, төзімділікті қажет етеді. Профессор бұл қиындықтарды сезіп біле тұра, тіл тарихын зерттеуге ерекше ден қояды. Қазақ әдебиеті тілінің тарихы атты еңбегінде сан ғасырлық тарихы бар миллиондаған адамдарға қызмет етіп отырған, мемлекеттік мәртебеге ие болған қазақ тілі сияқты ірі тілдің тұтас 5 ғасырлық тарихын таныту үшін оның белгілі бір кезеңдердегі күй қалпын сипаттау, жеке ескерткіштердің тілін талдау, функционалдық стильдерінің пайда болып, әрі қарай қалыптасуын зерттеу, жеке қаламгерлердің үлесі мен ролін көрсету сияқты жұмыстардан бастап, әдеби тілдің өзінің статусын айқындау, даму кезеңдерін дәуірлерге бөлу, әр кезеңдегі даму принциптері мен бағыттарын дұрыс табу тәрізді қыруар мәселелерді шешіп алуға айрықша қажыр қайрат жұмсады.